Армысыздар менің тыңдармандарым. Каналымның подписаться батырмасын басып, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Бүгінгі сіздердің тыңдайтындарыңыз періштелердің жаралуы қиссасы. Тауыстың сол көзінен екі тамшы тамды. Ол екеуі ғаршы мен күрсіге айналды. Оң құлағынан екі тамшы үзіліп барып, Жебірейіл мен Макаил періштеге айналып шыға келді. Сол құлағынан үзіліп түскен екі тамшыдан Ысырапыл мен Әзірейіл періштені сомдады. Самайынан аққан тамшылардан миллиондаған періште қалқып шықты. Бір тамшыдан Миғраж түнін жаратып, оған барша қасиет пен киені дарытты. Біреуінен қанатты пырақтарды бейнелеп, Алла тағала ақырдың соңында менің пайғамбарым Мұхамбет маған адам бейнесінде қонаққа келеді. Кім өзін осы бастан тақуа ұстаса, сол менің досымды маған қонаққа келуге лайықты болады. Хабибіме серік болып, менің рақымыма бөленеді, деді. Мұны естіген барша пырақ желдей жүйткіп жарыса жөнелді. Олар сол сағаттан бастап Мұхамбет пайғамбар Миғраж түні аспанға ұшқанға дейін оны тағатсыз күтіп, бір-бірінен тақуалықта озуға тырысты. 4-ші тамшыдан және бір періштені жаратып, Алла тағала ақырдың соңында Мұхамбет Миғражға көтеріледі. Менің дәргейіме жақындаған кезде періште де, пырақ та жылжи алмай дәрменсіз халге түседі. Сол кезде осы жайнамаз ғана Хабибімді маған жеткізе алады. Сен сол жайнамазды қазірден бастап тоқисың. Миғраж түні сүйікті досымның жайнамазы дайын болсын, деп әмір етті. Періште жайнамаз тоқуға кірісті. Жебірейіл періштенің нұры 18 мың жыл бойы ғаршы ағыланның астында тұрды. Күллі періште оның құзырына қарады. Сонда Жебірейіл өзін барша жаратылыстан артықпын деп ойлады. Сосын ол, уа Тәңірім, менен де артық, менен де үлкен жаратылған нұр бар ма? деп сұрады. Сол кезде Алла, әй Жебірейіл, көкке қара, деді. Қараса төбесінде жарқыраған үлкен нұр тұр екен. Көркем нұрдан көзін айыра алмай есеңгіреп тұрып қалды. Есін жинап, зер салып қарап еді, оның қасында 4 нұр және жанып тұр екен. Уа жасаған, бұл қандай нұр? деді. Тәңірі тағала, әй Жебірейіл, әдепті бол. Сенің өзіңді осы нұрдың бір тамшысынан жараттым. Ол нұр болмаса, сен мына нығметтің ұшқынын да көрмес едің. Бұл Мұхамбет Мұстафаның нұры. Ол менің Хабибім. Сен оған салауат айт, деп бұйырды. Жебірейіл салауат айтты. Сосын періште, жанындағы 4 нұр кімдікі? деп сұрады. Ол Мұхамбеттің 4 серігі, 4 шадияр, Әубәкір, Умар, Оспан, Әлидің нұры, деді. Уа Тәңірім, бұл 4-еуінің нұры басқалардан артық па? деді. Жаббар хақ, мен 4 шадиярдың бәсін басқалардан артық еттім. Кім бұларды өзіне дос санаса, маған да дос болады. Кім бұларды дұшпан көрсе, менімен қас болады. Бұлардың достарында дос көрген құлдарымды жұмаққа кіргіземін, деді. Сол кезде Жабірейіл тәубесіне келіп, уа Құдайым, мен әдепсіз іс қылдым, өзімді бәрінен артық санадым. Саған қарауға бетім жоқ. Осы айыбымды ақтайтын маған бір міндет жүкте. Мен Мұхамбетке алаңсыз қызмет етейін, деп сұранды.
Құдай тағала ақырдың соңында менің Хабибім пәни дүниеге барып хақтың ілімін жаяды. Адамзаттың хикмет кеудесі жүрек көзін ашуды үйретеді. Құранның нұрын әлемге шашады. Оның дәрежесі қандай ұлық болса, міндеті де сондай ауыр. Миғраж түні болғанда Мұхамбетті дәргейіме қонаққа шақырамын. Сен сол түні оны пырақпен бірге аршы әлемін аралатып қыдыртасың. 7 тозақ, 8 пейішті көрсетесің, деді. Осылайша Жебірейілдің көңілі жайланды. Тауыстың тұмсығынан 8 тамшы және тамды. Одан 8 жұмақ жаралып, айнала нұрлана түсті. Аяғынан себелеген 7 тамшыдан 7 түрлі тозақ жаралды.